Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін өздеріңізге ақаусыз азықтанудың мақсаты мен маңызы туралы түсінік жасай кетейік. Ақаусыз азықтанудың өзекті мақсаты азық-түлікті ғылыми сәйкестіру арқылы дененің қоректік қажетін қанағаттандыру, аурудың алдын алу әрі тұтас тұлғалық тұрмыс сапасын жоғарылату болып табылады. Мұның мәні адам денесінің қалыпты физиологиялық функциясын сақтауға көмектесіп, созылмалы аурулардың қауіп қатерін төмендету. Сонымен бірге рухани көңіл күй мен ұзақ уақыттық денсаулық өресін жақсартып, тұрмысқа өміршеңдік күш қосу. Ақаусыз азықтанудың физиологиялық ақаусыздыққа болған ролы: бірінші, тепе-тең қоректікпен қамдайды. Адам денесі белок, көмірсу қосылыстары, май, витамин, минерал заттар сияқты көп түрлі қоректік заттарды қажет етеді. Ақаусыз азықтану алуан түрлі азықтықтардың бірігуі, мысалы астық, көкөніс, жеміс-жидек, сапалы белок қатарлар арқылы жалаң азықтықтан, қоректік жетіспеуден немесе шамадан тыс болудан сақтанады. Мысалы кальций мен витамин Д-ның жеткілікті қабылдануы сүйекті күшейтеді. Азықтық талшықтар ішек жолының ақаусыздығына септігін тигізеді. Бұл ақаусыз азықтанудың физиологиялық ақаусыздыққа болған бірінші ролы. Екінші, созылмалы аурулардың алдын алады. Ұзақ уақыт тоз, қант, май құрамы жоғары азықтықтар жоғары қан қысым, қант несеп ауруы, жүрек қан тамыр ауруларын тудыруы мүмкін. Ақаусыз азықтану жылу мөлшерін тізгіндеу және мәнделенген азық-түліктердің сімірілуін тізгіндеу арқылы аурудың туылу себебін азайтады. Мысалы, толық дәнді дақылдар мен көкөністердің салыстырмасын арттыру қант несеп ауру қатерін төмендетеді. Омега-3 май қышқылы терең теңіз суы балықтары, қатты қабықты жеміс қатарлардан келеді. Қандағы майды теңшеуге пайдалы болады. Үшіншіден, дене салмағының тұрақтылығын сақтайды. Үйлесімді жылу қабылдау мен сарып болу тепе-теңдікті дене салмағын басқарудың тетігі. Төмен энергиялы, жоғары қоректікті тығыздықтағы жоғары азықтықтарды, мысалы жасыл жапырақты көкөніс, төмен қантты жеміс-жидектер таңдау арқылы әрі қарын тойғызу сезімін қанағаттандыруға, әрі энергияның артып қалуынан туылатын семіздікпен қатысты зат алмасу мәселелерінен сақтануға болады. Ал енді осы ақаусыз азықтанудың екінші мақсаты болса, бұл адамның психикалық ақаусыздығы мен қоғамдық тұрмыс жөніндегі маңыздылығы, яғни көңіл күйді жақсарту және таным жақтағы мәселелер. Қоректік жағдайы үлкен ми қызметіне тікелей ықпал жасайды. Мысалы, бұл топтағы витаминдер мен магний элементтері мазасыздықты бәсеңдетуге септігін тигізеді. Тотығуға қарсы заттар мол азықтықтар, мысалы сиырдың сүті, бүлдірген, қанық түсті көкөніс деген сияқтылар, ми қуатының әлсіреуін баяулатады. Ұзақ уақыт қоректік тепе-теңдігінің бұзылуы зейін зердені төмендету немесе көңіл күйді толқытуы мүмкін. Екінші, қоғамның атсалысу дәрежесін жоғарылатады. Тамаша азықтану әдеті дене қуаты мен зейін зердені арттырып, адамды қызмет, отбасы және қоғамдық қарым-қатынас қимылдарына анағұрлым белсенді атсалысуға жетелейді. Мысалы, қағидалы азықтану қандағы қанттың төмендеуінен болатын шаршау сезімінен сақтандырады. Сапалы белекті қабылдау бұлшық еттің төзімділігін қолдайды. Үшіншіден, әлеуметтік денсаулық сақтау ауыртпалығын жеңілдетеді. Жекелердің ақаусыз азық-түлігінің жалпыласуы емдеу байлығының сарып болуын азайтады. Топтық тұлғаны мысалға алатын болсақ, егер тіпті де көп адам азық-түлік арқылы қан қысымын, қандағы қантты тізгіндей алатын болса, қоғамдық деңгейдегі жүрек ми қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері төмендейді. Ақаусыз азықтануды жүзеге асырудың түйіндері: алуан түрлі таңдау. Мұнда күніне 12 түрден артық азықтық қабылдау, аптасына 25 түрге жеткізу, ұқсамаған түсті көкөніс, жеміс-жидек, астық, бұршақ тектестерді қамтиды. Тамақ пісіру тәсілін тізгіндеу, майға қуыруды, сүрлеуді азайтып, буға пісіру, салат жасау секілді қоректену тәсілдерін сақтау керек. Лайықты мөлшерде азықтану принципі: ақаусыз азықтықтарда үлесіне көңіл бөлу керек. Мысалы, қатты қабықты жемістерді күніне 30 грамм қабылдау. Ұзақ уақыттық әдетті жетілдіру, шектен тыс тамақтану, тамақты тежеуден сақтанып, дәмге деген бейімделгіштікті біртіндеп реттеу. Мысалы, табиғи хош иісті материалдарды бір бөлім тұздардың орнына қоюға болады. Ақаусыз азықтану деп отырғанымыз қысқа бір мерзімдік әрекет емес, қайта ғылыми таным және үздіксіз әмелият арқылы дене мен табиғи қажетсінуді теңгеріп, ең соңында азықтану арқылы тәнді де жүректі де асырау нысанасын жүзеге асыру болып табылады.